Егер сізді запор мазалап жүрсе, ішіңіз әрдайым қататын болса, дәл осы смузи сіз үшін. Бізге керегі өрік, кептірілген өрік, кептірілген қара өрік, чернослив деп айтып жатамыз. Кешке жатар алдында осы смузиді міндетті түрде ішіңіз. Енді клетчатка, сибирская клетчатка. 2 қасық қосамыз. Және де айран. Барлығын жақсылап блендерден өткізіп, жатар уақытта ішіп алыңыз. Бұл процесс 2 аптадай күнде ішу қажет болады. Және де сізде іш қату проблемасы болмайды. Балаларға да беруге болады. Осылай қою болатын болса, азырақ су қосуға болады. Ас болсын.